Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 79-шы сабақ. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 52-ші жаттығу текемет туралы мәтіндерді оқы дейді. Бірінші, текемет бетіне түрлі түсті ою-өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр дейді. Келесі енді Оразақын Асқардың текемет туралы өлеңін оқимыз. Біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді. Енді бірі шек орап, жабылып, бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне қатайсын деп қарпиды. Шықты киіз пісті де сыннан өтіп сан қилы дейді. Екі мәтіннің жанрын анықта дейді. Балалар қараңыздар, бізде бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін, ал екінші өлең жолдары ол көркем мәтін екен. Олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап, текемет қай мәтінде нақты, қай мәтінде бейнелі сипатталған дейді. Балалар, бұлардың ұқсастықтары екі мәтінде де текемет туралы ақпарат берген, ал айырмашылықтары бірінші мәтінде текеметті нақты, ал екінші мәтінде бейнелі түрде сипаттаған. Келесі 53-ші жаттығу оқы, түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр дейді. Қараңыздар балалар, түбірі білек, тәуелденген сөз білегім, түбірі аспап, тәуелденген сөз аспабым, моншақ моншағым, тарақ тарағы, халық халқы, әріп әрпім. Балалар қараңыздар, бізде түбір сөз қатаң дыбыстан аяқталған, оған дауысты дыбыстан басталатын жалғау жалғанған кезде сөздің соңғы әріпі өзгеріп кеткен, яғни к әріпі г болған, аспап сөзіндегі п әріпі п әріпіне айналған. Басқа сөздерде де тап солай. Енді мәліметті оқимыз. Қандай өзгеріс байқадың дейді. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Мысалы, доп добы, жүрек жүрегі, қалақ қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді дейді. Халық, халқы, бұл жерде ы дыбысы түсіп қалды, әріп әрпі дейді. Осы тәуелденген сөздермен сөйлем құрастырып айтып көр дейді. Міне балалар, біз осындай сөйлемдер құрастырдық. Білегіме тағылған әдемі сағат жарасып ақ кетті. Мен музыкалық аспабымды бүгін үйде қалдырып кетіппін. Моншағымды сіңіліме сыйға тарттым. Әпкемнің 3 күннен бері таба алмай жүрген тарағы сөмкесінде болып шықты. Қазақ халқы текті халық. Қылқаламмен жазған әрпім әдемі болып шықты. Келесі 54-ші жаттығу жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз дейді. Біздің халық бақытты, сенің дауысың естілмейді, менің уақытым болмады. Мемлекеттің мүлкін шашпа, ораз ернін жыбырлатты дейді. Келесі 55-ші жаттығу суреттің және тірек сөздердің көмегімен ісмер тақырыбына мәтін құрастырып жаз дейді. Міне қараңыздар балалар, суретке назар аударамыз және тірек сөздерге назар аударыңыздар. Енді осы мәтін сөздермен мәтін құрастырайық. Менің әжем ісмер адам. Ол алтын зерлі жіптен, түрлі түсті жіптерден, ұсақ моншақтардан кестелеп, өрнектеп тұскиіз жасайды. Тұскиіз бөлме қабырғасын сәндеуге арналған ұлттық жиһаз. Әжемнің жасаған тұскиіздері үйімізге сән беріп тұрады. Мен ылғи әжеме көмектесуге тырысамын. Әжем маған риза болады. Енді балалар құрастырған мәтіннен тәуелді сөзді тауып басыңсыз дейді. Бұл жерде тәуелді сөз әжем, менің әжем бірінші шақ. Одан кейін келесі әжемнің, бұл жерде түбірі әжем ғой енді, тәуелдік жалғаудың бірінші жағы, тұскиіздері. Бұл тәуелдік жалғаудың үшінші жағы, келесі сөйлемдерде де кездесетін әжем сөздерінің астын сызып қойдық. Яғни осы сөздер тәуелденген. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.